Бөкейханов айтады. Скалозубов деген баяғы қазаққа болысқан мемлекет дума депутаты. Ғалым адам, агроном, мықты кісі. Қазаққа болысқан, қазаққа араша түскен адам. Бөкейхановты, Байтұрсыновты абақтыдан шығарған кісі. Сонда Бөкейханов айтады, Досмайыл Қажы дейді, жақында Скалозубов қайтыс болды. Менің оның басына барып гүл қойдым дейді. Өйткені ол азамат адам еді. Прогрессивті ұстанымдағы адам еді. Ол қазаққа болысқан адам еді. Біз оны қалай ұмытамыз дейді. Ал сен Досмайылға сен өлсең мен басыңа барып гүл қоймаймын дейді. Алиханның айтуы бойынша ислам діні жас баланың байпағы секілді. Бала күндегі байпақ өскесін күйеуге келушімеді. Сол секілді ислам діні де өзінің замандағы халық үшін ғана келген дін. Бізге ол діннің енді керек жоқ деді. Астағфирулла. Мынау сұмдық қой. Қалайша бұлай айтуға болады? Біріншіден, бір ғана мысал келтірейін. 1906 жылы бірінші мемлекеттік думаға сайлау науқанының қызып тұрған кезі, ертеңіне сайлау болады, дауыс беру болады. Соның алдында Мұса Шорбанның баласы, Сәдуақас Шорманұлы Алиханды үйіне қонаққа шақырады. 40-тан астам өңкей қожамалдалар отыр екен. Сонда Алихан айтатын бар, тіпті менің отбасыма дейін тиісті болар деп. Сен неге орыстан христианнан әйел аласың деп. Сонда Алиханның сөзбе-сөз өзі айтпайды, не айтқан, бірақ оның қойған жауаптары оның ішінде сен кәпірсің бе, ондай неше түрлі айтқан сөздер бар ғой. Оған ешқандай күмән болмай қойсын. Алихан бәріне шынайы жауап берген соншалық, дәл сол тойда қожамалдарлар жиналған өңкей. Бір ақсақал өте абырой биік ақсақал айтады, ертең кім Алиханға дауыс бермесе, сол қатыннан айырылсын, ол ертең аяқ қолынан айырылсын деген сияқты дұға оқып жетіп ертеңіне 175 дауыстың 174-і Алиханға дауыс берген. Ал 175-ші шар Алиханның өзінің дауысы болған. 19 ғасырдың аяғы мен 20 ғасырдың басында еліміздегі діни ахуал ширыға түсті. Бұған дейін қалың ұйқыда жатқан қазақ қоғамы оянып, діни мәселеде өзінің есесі кетіп бара жатқанын аңғарды. Патшалы Ресейдің қазақтарды шоқындыру саясаты 1905 жылғы әйгілі қарқаралы петициясын жазуға түрткі болды. Қоянды жәрмеңкесінде жазылған петицияда сөз бостандығы және ана тілінде оқудан бөлек діни еркіндік проблемасы көтерілді. Қарқаралы петициясын жазғанда жаңа айтты ғой, Бөкейханов айтты, дін адамдарының рөлі өте жоғары болды, біз олардың ықпалын мойындауға мәжбүр болдық дейді. Білдіңіз ба? Сол сияқты 1918-20 жылы жүрген азамат соғысында мынау алаш полктар құрылды. Алаш полктарында дін адамдар жүрді. Алиханның сол 1913 жылы Санкт-Петерборда жарық көрген «Қазақтар» атты тарихи анықтамалық очеркі бар. Сол очеркінде бұл қатты жазады. Сосын 1905 жылы 11 мамыр күні Григорий Потанинге жазған хатында қазақтың айтқандай діни қайраткерлері мен көсемдері, жүздері, олар қазаққа тек діни бостандық алып беруге тырысады, алдына ешқандай саяси мақсат мүдде қоймайды деп жазады. Ал сол қарқаралы құзыр хатына назар аударсаңыз, ол жерде ең алдымен тұрған мәселе не? Сол діни бостандық. Мысалы 17 жылғы мынау Томск қаласында болып өткен бірінші Сібір облыстық съезі болғанда, соны съезден кейін жазған өзінің есеп мақаласында не айтады? Біз дін жолында бірігетін болсақ, онда біз басқа түркі халықтарынан айырылып қаламыз. Олар шет қалып қояды. Біз сол бетте ортақ тіл, ортақ мәдениет, ортақ салт дәстүр негізінде бірігейік дейді. Әсіре діншілдердің іс-әрекеті дін мәселесінде жаңа көзқарас, жаңа серпін қажет екенін көрсетті. Сондықтан да Қырым татарларының ағартушысы Исмаил Гаспаралының жәдитизм ағымы кең қолдауға ие болды. Жаңа әдістің тез таралғаны соншалық 1916 жылға дейін Ресей империясының орталық Еділ бойы, Кавказ, Түркістан және Қазақ даласында 5000-нан астам мектеп жәдиттік негізде жұмыс істеді.
Бұдан бөлек Госпралның оқу ағарту реформасы Ресейден тыс Түркия, Иран және Үндістан сияқты елдерде де өз қолдаушыларын тапты. Әйтсе де, жәдиттік білім беру жүйесін мұсылмандардың бәрі бірдей тегіс қолдай кеткен жоқ. Мұсылмандардың ішінде ескішілдік көзқарастағы қадымшылар жәдиттік ағымға қарсы болды. Бұрын бізде діндарлықтың діндар адамдар көп еді. Бірақ олар жекелеген адамдар еді. Әулиелер көп еді. Жаңағы былай жатқан кезде жеке өзінің рухани деңгейіне көтерілген адамдар бар болатын. Бірақ олар ешқашан халықтың мінезіне қатысты сен жандай кішіпейіл бол, сен жаңағы мынау христиандықтағы сияқты сол жақ бетіңнен ұрса, оң жақ бетіңді тос, бәрі Құдайдың қалауымен болады, сенің басыңа келгеннің барлығы Құдайдың тағдыры деген сияқты нәрселерді емес, ол өзінің жеке Құдаймен қатынасына көбірек көңіл бөледі. Кейін осы указной молдалар арқылы осы психологияны бізге сіңірді. Яғни жаңағы бұйырған кетпей, жүгірген жетпейді, бәрі жазмыштан озмыш жоқ, маңдайыңа не жазылса сол болады деген сияқты нәрселердің барлығы фатализм. Бұл тек қана біздің Қазақстан территориясына қатысты емес, бүкіл әлемдегі мұсылмандарға осындай бір идеология жүргізілді. Содан кейін сен істейсің, ешқандай әрекетсіз болсаң да, басыңа келген барлығы Құдайдың қалауымен болатынын білсең, ондай болатын болса сен не үшін күресесің деген сияқты мәселеге алып келіп, халықтың мінезін бұзды деп отырған сол. Указной молдалардың айтып отырған нәрселердің барлығы сол жаңағы догматикалық ислам. Догматикалық ислам болғаннан кейін, қадимшілік болғаннан кейін, жаңағы ескі жүйе болғаннан кейін, халықты соған сендіргеннен кейін, халық өзінің басына келген біреудің тарапынан жасалған озбырлықты, болмаса өзінің қолынан кетіп бара жатқан бір несібені жоқтамайтын дәрежеге түсіп қалды. Не үшін? Бәрі жаңағы Құдайдың қалауымен деген сияқты. Осы трагедия қазір бүкіл ислам әлеміне жайылып кеткен. Тіпті қазіргі 21 ғасырдағы мұсылмандардың да санасында осы проблема бар. Әләуиддин Ишан айтады. Үргеніштегі Айтмұхаммед Ишан дегеннің медресесіне келдім дейді. 1910 жылы сонда түстім дейді. Сонда ол дейді жәдиттік ұстанымдағы медресе болатын дейді. Мен зайырлық білім алдым дейді. Мен сонда ғана дейді сауатым ашылды дейді. 8 жыл медреседе оқып, қадымдық ұстанымдағы медреседе оқып, мен сауатсыз болдым дейді. Ал сол Айтмұхаммед Ишан медресесін 3 жыл оқып, мен жазуды оқуды үйрендім, мен сауатым ашылды, мен көзім ашылды дейді. Біз жәдитшілер деп қазір енді алға шығарып, Ахмет Байтұрсын, жаңағы Бөкей хан, басқаларды айтып жатқанымыз, бұлар енді жаңағы реформаторлар ғой. Біз жақында ғана шығардық, Қоңырқожа Қожықов дегеннің 12-ші жылы шыққан әліппесін шығардық. Ахмет Байтұрсыновтың да тұңғыш әліппесі сол кезде шыққан болатын жаңағы. Бұл негізі 1905-1917 жылғы оқиғаларды алып қарасақ, сол кезде шындыра қадымшылар мен жәдитшілердің арасында біраз талас тартыс болды. Бірақ бұл сол енді ұлт азаттық қозғалысының қалыптасу кезеңі болатын. Алдына қандай мақсат қою керек, біз неге ұмтылуымыз керек, біздің қандай жоспарымыз болу керек, біз нені жүзеге асыруымыз керек деген сияқты соның төңірегінде талас болып, бірақ ол талас кейінде Айқап журналы алдында одан ізінше қазақ газеті шыққаннан кейін сол қазақ пен Айқаптың арасындағы айтқан талас тартысты байқатады. Өйткені байқасақ, дәл сол 20-шы ғасырдың басында 17-ші жылға дейін қазақ даласында екі саяси ағым пайда болды. Біреу діни исламшылдық, екіншісі саяси ұлт азаттық қозғалысы. Бірін мысалы Бақытжан Қаратайұлы, Жаһанша Сейдалұлы, одан кейін Әлиханның өзі 1913 жылы қазақтар атты очеркінде жазғанындай, екіншісі батысшыл көзқарастағы зиялылар болды. Олар қазақ даласына Еуропа өркениетін орнатуды көздеген зиялылардың тобы болды. Ақырында біз білетініміз, сол 17 жылғы ақпан төңкерісіне дейін қазақ қоғамына, айтқанда қазақ қоғамында мәдени ренессанс, мәдени төңкеріс жасаған ол діншілдер емес, сол батыс көзқарастағы алаш зиялылары болды. Ассалаумағалейкум, амансыздар ма? Уағалейкум ассалам. Ай, Мұханжан, мен қауіп еткеннен келіп отырмын. Ертең бармақ тістеп, ұят болып қалмасын. Ақсақал, аманшылық па айтыңыз, тыңдап тұрмын. Мына Әлиханның ислам дініне қарсы айтқан сөзі жақсылықтың белгісі емес.
Өзіңіз айтқан Әлекеңнің сөзіне мына біз де алаңдап жүрміз. Әлихан қазақтың әдет ғұрпын қуаттап, түрк істерін діннен шығармақшы болды. Себебі қазақтарда мұсылман жоқ дейді. Болса тек жартысы ғана. Әдет ғұрып сақталса пайдалы, ал сақталмаса зиян. Ал шариғат жалпы қазақ үшін зиян деп отыр. Қазақ халқы хақ мұсылман, бірақ қазақ халқы әдет ғұрыпты сақтаймыз, сонымен ғамал қыламыз деп қор болып отыр. Ғұрып әдет дегенің ертегі болып кетті. Әділдік дегенің дұрыстық, шындық дегенің жоқ болды. Қазақтың мұсылмандығына шүбә айту лайық емес. Қазақ мұсылман емес деп айтушылар орыстар. Һәм ғұрып әдеппен хакім салуды міндет қылған үкіметтің өзі. Егерде ғұрып пен әдепті құптасақ, үкіметпен жолдас болып, қазақты қор болсын, һәм дінінен айырылсын дегеніміз. Енді төрелегіңді айтсам, Мұқан. Бізді дін адамдарын құбыжық қылуды қойсын, Мұханжан. Әрине, кез келген пікірге ашықпыз. Мен өзім онша діндар адам емеспін, бірақ сол жақтағы жұртшылықтың діннен қандай мәселелері бар екенін білемін. Біздің қазақтың да діннен мәселесі бар. Бұны Петерборда жатқан хакімдер жақсы біледі. Бұл мәселені иінін қандырып жазуға болады. Біз әділдікті ұстанамыз. Бір 1914 жылы Айқап журналы Әлиханның «Мен бәрібір мұсылман» собраниясында қазақтың жартысы мұсылман екендігін департамент чиновнигі Тарановскийдің алдында тұрғанда айтамын дейді деген сөзін жазады. Ал Сәлімгерей Жантөрин болса, мұндай сөздер сөйлеп қазаққа зиян қылғандай еш жол жоқ. Соның үшін бұлай сөйлемеңіз деп Әлихан Бөкейханды үгіттейді. Ал Бақытжан Қаратаев болса, қазаққа орынсыз сөздерді чиновник Тарановскийдің алдында сөйлеу қазақ халқына зор қиянат һәм қазақтың шын бақытсыздығы деген көрінеді. Сабралы мырза, Досан молда, Жиһанша мырза, Сәдуақас ақсақал бәрі де Әлихан Бөкейханнан олай орынсыз сөйлемеуін өтінген соң, ақырында Әлихан мырза сөзін Тарановскийдің алдында айтудан қайтты деп жазады. Бір халықтың жаппай мұсылман болуы, жаппай жаңа дінді практикада қолдануы бұл мүмкін емес. Ол ондай тарихта бір адамзат қауымында, мүмкін Мұхаммед пайғамбар жаңа Мединеде кішігірім Медине мемлекетін құрған кезде мүмкін орын алған шығар. Оның өзінде Мединеде еврейлер болды, христиандар болды, басқа дін өкілдері болды, олармен қарым-қатынастар болды. Былайша айтқан кезде бірыңғай болу мүмкін емес. Сондықтан да біздің қазақтың жартысы мұсылман деп отырғаны жартысының жаңа мұсылманшылық қағидаттарға деген жаңағы бет бұрысы деген мәселе. Әйтпесе жаңағы біз далалықта жаңағы біз мұсылман екенімізді, аузымызбен мұсылман екенімізді, жаңағы былайша айтқан кезде жаңағы өлгеніміздің жаназасын шығарып көметінімізді, артынан Құран бағыштайтынымызды айтып отырған жоқ. Ол жағынан қазақ бірыңғай болды. Егер қазақ бірыңғай болмағанда, жоңғарлардың буддизміне болмаса патшалық Ресейдің православиесіне кіріп кетуі мүмкін еді. Сондықтан да қазақтың ішкі жаңағы халықтық исламы деп отырмын жаңа жоғарыда, ол иммунитеті болды. Бірақ жалпы халық жартысы ол мұсылманшылықтың не екенін түсінді ме? Мен сол тұрғыдан айтып отырған мәселесі деп ойлаймын. Жартысы мұсылман дегені, жартысы таңертеңнен кешке дейін жаңа намаз оқып сәждеге бас ұратындар болуы мүмкін. Жартысы не болмауы мүмкін. Сосын енді ол Бөкейхановтардың кезінде бертінде жаңа 17 жылдары, 16 жылдары қазақ орыс мектебін бітіргендер көбейді ғой. Тілмаштар оның алдында жаңа русско-киргизский туземный школа деген ашылып, тілмаштар көбейді. Оларды әдейі тілмаштарды не етілді? Тың игеруге ғана бізде тың игеруге келді ғой мысалы. Тың игеруге келгенде қазақтың жел ұрып тұрған сарыарқасында қалай өзін-өзі тірі қалу керек деген қолдарында инструкция болған. Қалай тірі қалу керек деген. Комсомолдардың түрмеден шыққандардың. Сонда ең бірінші пункті не екенін білесің бе? Бүкіл қазақтың ескерткіштерін құрту. Олаң басында тұрғандардың бәрін фундаментке салып жіберді ғой. Қазір мысалы біз Батыс Қазақстаннан неден тауып жатырмыз? Мен 3 том құлпытастар деген кітап шығардым.
Бөкей ордасын қылып тастар деген. А сен қазір Сарыарқадан қанша қылып тастадың? Қылып тастардың бәрі кетіп қалды. Ал ол сен қаны, биі, атақты байына қылып тастап қоймау мүмкін емес қой. Сондықтан егерген кезде бәрін жойып жіберді. Күні кеше болған оқиға. 1914 жылы өткен Петербург мұсылмандар съезінде Әлихан Бөкейхан бастаған қазақ газеті сол тұсын әдет ғұрып жолымен жүргізейік десе, ал Бақытжан Қаратаев бастаған топ шариғатты басшылыққа алады. Бұл жерде ешқандай қайшылық жоқ деп білем мен. Неге Бақытжан Қаратаев, Жақан Сейдалиндер мынау дінді сақтайық деді. Дінді алға шығарды. Өйткені мына отарлаушы күш, отарлаушы мемлекет бұл ең алдымен дінге шабуыл жасайды. Ондағы мақсат не? Ұлттың сана сезімін әлсірету. Дін, олар білді, ол дін деген сол кезде ұлт азаттық қозғалыс барысында ол ұйытқы фактор. Ұлтты біріктіретін фактор. Сонымен бірге дін ұлттық құндылықтарға қарсы шықпау керек. Бөкейхан бұл жерде дінге қарсы емес, діни фанатизмге қарсы. Бақытжан Қаратаев, Жақан Сейдалиннің ұстанымын айттыңыз ғой. Егер де біз сол ұстанымда болғанымызда, біз мысалы қазір сол Ауғанстан жағдайында қалатын едік. Қазақ ағартушылары ол кезеңдерде жаппай шариғат деп қол көтерді деп айтуға болмайды. Неге десеңіз, ол егер ондай жағдай болған кезде бізде кішкене догматикалық ислам алға жылжып, мынау өнер, білім, мектеп деген дүниелерін артқа қалып қоюымыз мүмкін еді. Құдай не жазса, соны көреміз деу соқырлықтың белгісі. Тағдырдың жазғаны болады деу ақымақтық емес пе? Адам не тілесе, Құдай соны тағдыр қылады. Міржақып, қазақты тек білім ғана құтқарады. Жүр, кіріп шығайық. Әлеке, Петербургдағы мұсылмандар съезінде не айтылды? Закон жобасында жазылған екен, Ахмет. Әйел 13 жасқа толса, неке қию шарт деген. Талғат пен доктор Құсайынбек Ағаев 13 жаста адам баласы өсіп жетілмейді. Ол бала көтеруге жарамайды. 13 жастағы қыздың күйеуге тиюі үлкен зиян. Және 13 жаста ақылда толамын. 13 жастағы бала не шаруа басқарады, одан да неке 16 жастан болсын деді. Талғат һәм Құсайынбек пен ақсақал қазіреттер көп тартысты. Әрине, 13 жас шариғатқа дұрыс, 16 шариғатты бұзады деп қарсы болды. Депутат Жақыпаров айтты. Кавказда әйел баласын бөрікпен ұрып, жыламаса неке қиып алады. Бұл шариғат па? Ахмет, Міржақып, бұл шариғат па? Ақырында ғұмыр құдіретті қазіреттерді бүктеп, законда неке шарты әйел жасы 16, ер жасы 18 болып жазылды. Қазақтың әйеліне теңдік қашан тереген? Бүкіл халықтың тәрбиесі әйелге байланысты. Әйел халықтың анасы. Тәрбиесіз әйелден қандай ұл тумақ? Күңнен ер көңілді, кең пейілді азамат қалай туады? Күңнен құл тумақшы емес пе? Европада халыққа түскен жақсы жол махаббат жолы. Неке шарты бірін-бірін сүю. Міне, осы шариғатқа жанасады. Жанасады дегенім, шариғатта 4 әйелге дейін ал дейді. 4-еуінде бірдей сүй дейді. Адам табиғаты бұл ауыр жүкті көтермейді. Бұл құдірет ісіне қайшы. Шариғат бойынша 13-тегі жас баланы шал алса неке қылады. Мұнда қалайша махаббат болмақ? Шариғат айтқан молданы, закон жолын айтқан төрені тұрмыс жетектеп жүреді. Тұрмыс жетегіне ермей,
молда оны шариғатқа салып қисық демекші ме? Иә, шариғат бір айтылып, тас сияқты қатып қалған өзгермейтін жыл. Ал тіршілік күн сайын өзгерген. Қазақтағы принцип балиғат жасына толу деген нәрсе емес, бой жету, ер жету деген принциппен болды да. Сол үшін жаңа 16 жас деп отырған сол. Сол үшін жаңа 18 жас деп отырған сол. Әйтпесе, одан кейін жалпы біздің әйел мәселесінде де алаштықтардың бұл жерде мына біздің дүние таным бойынша әйелдің статусы өте жоғары бізде. Әйелді қамап қою, бүркек қою, көрсетпей қою деген нәрсе жоқ. Иә, олар да әурет жерлерін жапты, олар да кимешектерін киді, олар да орамалдарын тақты, бірақ ел қатарлы, ел ісінде олардың үлкен рөлі болды. Себебі неге дегенде бізде далалық көшпенділік мәдениеттің әйелдің қоғамдағы статусы өзінің бір абыройы болды. Сондықтан да бұны біз қыздың былайша айтқан кезде санасын шектейтін болсақ, қыздың білім алуын шектейтін болсақ, қыздың жаңағы құқықтарын шектейтін болсақ, бұдан ел жақсы болмайтынын алаштықтар жақсы түсінді ғой. Сондықтан да біз жалпы әлі күнге шейін шығыс қоғамында, кейбір араб қоғамында әйелдер орта ғасырларда христиандарда әйел адам ба деген мәселе талқыланған. Қазіргі кезде де араб елдерінде әйел адам машина айдаса бола ма деген мәселе туындап отыр. Немесе әйел адам дауысы сайлауда санала ма деген нәрсе. Бұның өзі біздің алаштықтардың әйел мәселесінде әлдеқайда алға кетіп қалғанын көрсетеді. Айқап журналының маңына топтасқан азаматтар бірыңғай діншіл болды деп те айта алмаймыз. Мәселен, Көкшетауда көргендерім деген мақалада Науан Қазіреттің медреседегі шәкірттерге газет журнал мен жаңа кітап оқуға тыйым салғанын сынап жазады. Айқап журналы Қазіреттің Құдай сақтасын, газет журнал һәм жаңа шыққан кітаптар болса, алып оқымақ түгіл, қолдарыңызға да ұстамаңыздар, тіпті тілдеріңіз алатын адамдарға да алдырмаңыздар. Және Құдай сақтасын, төте жазумен оқытатын мұғалімдер ұстап, балаларыңызды бұзып алып жүрмеңіздер. Онан қайта надан қалпы артық деген сөзін мысал ретінде жазады. Ал Мұхаммед Сәлім Кәшімов дейтін автор, әулет бабамның зиратына барғанда дейтін мақаласында сәлделерін қауғадай, мұрттарын тап-тақыр қылып қырған сарт қожалар бабамның зиратында мені қарсы алды деп жазады. Мешіт медресеге тиісті ишан қазіреттер ішіп-жеп рахаттанып жатыр. Ишандардан 5-6 қатынға қанағаттанбай, 7 қатын алушылар да бар деп жазады. 1918 жылдардағы Осман империясының құлауы, жалпы жаңағы жалпақ шешейлікпен бәріміз мұсылманбыз деген түсініктің ұлттық мемлекетті құруға үлкен кедергісін келтіретіндігі деген сияқты мәселелерді ол кісілердің барлығы менің ойымша содан хабардар болды. Ататүріктің жаңағы түріктің түріктен басқа досы жоқ деген сияқты ұран тастауы, мұсылмандың бәрі туыс бауыр деген ұрандан қойып. Сондықтан да бұл жердегі осы бір қақтығыс бізге де жеткен сол кезеңде. Сондықтан да біз шариғатты таңдаймыз ба жалпы? Болмаса жаңағы салт дәстүр деп отырғаны ұлттық менталитет деген мәселені таңдаймыз ба деген кезде негізі бұл сұрақ туындамауы да керек еді. Туындамауы да керек еді. Бірақ оны туындатқан дүние сол кезеңдерде белгілі бір деңгейде біз қазіргі айтып жүрген уахабизм деп жүрген мәселенің бір жақ шеті де біздің жерлерде, біздің мынау территориямызда көріне бастаған. Сөз әлемде исламда екі үлкен текетірес, екі үлкен мектеп бар. Біреу әхлур рай деген, екіншісі әхлул хадис деген. Әхлул хадис деген бұл догматикалық ислам, әхлур рай деген сен кез келген нәрсеге интерпретация жасай аласың. Ашық немен, санамен ұстай аласың деген. Ал сонда біздің мынау ханафи мазхабы деп отырған дүниенің астарында сенің ғұрпың, салт дәстүрің, сенің ұлттық болмысың дінге қайшы емес деген позиция. Міне сондықтан да осы күресте олар соны ұстанды. Яғни біз салт санамызды сақтайық, иә, мұсылманшылығымызды жоғалтпайық, бірақ біздің ұлттық болмысымыз, салт санамыз ол бізді басқалардан даралап тұратын біздің ерекшелігіміз. Әрине кім, мысалы Мұхамеджан Сералин, ол қожа мысалы. Тұқымдарымен мысалы. Қызылорданың қожасы ғой енді. Мысалы сондай ол кісінің білімі терең мысалы, діни білімі мысалы. Сондықтан ол әрине ол дінді, шариғатты көбірек айтуы мүмкін, бірақ ол мәселе қайтадан кейін қарай кетейік деп тұрған жоқ. Ол үшін жаңағы мен мына біздегі жазып жүрген журналистерге, өзің сияқты блогерлерге айтар едім, бір шариғаты бар мемлекетті көріп келу керек. Мен мысалы Иранда 2 рет болдым. Сіз ол жерге барсаңыз өзгеше. Мен былтыр қараша айында Жапонияда болып келдім.
Жапонияға барып бір айға дейін есім жинай алмай жүрдім келгеннен кейін мысалы. Өйткені Жапонияда телефонның отаны ғой енді. Мен бір телефонмен сөйлесіп жүрген адам таба алмадым, көрген жоқпын. Көшеде мысалы. Не деген сұмдық енді, парадокс қой енді. Ал енді жаңа Иранда сіз мысалы бір әйел адам бетіне тіке қарасаңыз, ол жерде жаңағы әдеп полициясы деген бар, сіз ұстап алып кетеді де барып дүре соғады. Ол жердегі жаңағы шектеулер, діни шектеулер деген сұмдық. Автобусқа кіресіз, әйелдер бөлек отырады, еркектер бөлек отырады автобустың ішінде. Сіз соны көріңіз, мысалы қазір бізде шығып жатыр ғой, жаңағы пойыздар шығып жатыр. Әйелдер бөлек отырады, еркектер бірге мінетін пойыздар шығып жатыр мысалы. Бірақ жаңа айтып отырмын ғой, бұл жердегі мәселе тұрмыс салтқа байланысты, сосын қоғамның даму дәрежесіне байланысты нәрсені әкеліп, таза жаңағы Құранның канондарын әкеліп салып, Құранда былай деп жазылған, былай болмайды. Былай деп жазылған, былай болмайды деп айтқан. Біз енді ол біздің ата-бабаларымыз, біз тұрандық болғаннан кейін, біз көшпелі болғаннан кейін, анау Ахмет Яссауидің жолымен келе жатырмыз ғой. Ахмет Яссауи барынша бізге әкел ислам дінінің жаңа шариғаттарын түрікке бейімдеді ғой. Біз Ахмет Яссауиді неге мысалы әулие көріп неге аспанға көтереміз? Сол жол дұрыс жол, өйткені бұл ортадан шығып тұр. Екеуі де керек болады азаттық қозғалысқа. Дін де керек болады. Әдет құрып, салт дәстүр де керек болады. Білдіңіз ба? Бұл жерде анау бұл мысалға жаңағы анау Бақытжан Қаратаев пен Жахан Сейдалин соны көрсетті. Діни факторды жоққа шығармайық. Діни факторды олар бірақ алға шығарды. Ал енді Бөкейхан ұстанымы да қарсы емес. Оны толықтырады қайта. Білдіңіз ба? Бұл екі ағым қайта ұлтты азаттық қозғалыстың кәдімгі ортақ мақсат мүддесін анықтауға екеуі де себепші болды. Айқап журналының негізін қалаған қазақ қайраткерлері патшалы Ресейдегі ең үздік жоғары оқу орындарында білім алды. Мәселен, Сәлімгерей Жантөрин Санкт-Петербург университетінің заң факультетін 1889 жылы, Бақытжан Қаратаев 1890 жылы екінші дәрежелі алтын медальмен үздік бітіреді. Ал Ақмешіт өңірінің өкілі Серәлі Лапин 1891 жылы, Қостанайлық Жақанша Сейдалин 1904 жылы аталған университеттің заң факультетін үздік аяқтайды. Яғни 4 азаматтың бәрі бірдей заң факультетін бітірген жоғары білімді азаматтар. Петербург университетінің заң факультетін тәмамдау қазір Гарвард пен Оксфордты бітіргенмен бірдей дәреже болатын. Бірақ бәрі бірдей заңгер бола тұра, сот ісін шариғат бойынша жүргізуге ұмтылғаны қызық. Байтұрсыновтар, Бөкейхановтар бұлар былайша айтқанда жаңаша білім алған либералистер болды ғой. Өйткені тағы да қайталап айтам, ол жаңағы ғасырдың басында барлық жерде жаңағы үлкен өзгерістер болып жатты. Ренессанс болып жатты. Ол жалғыз қазақта емес, мысалы. Алаш қозғалысы сияқты қозғалыс Арменияда да болды, Грузияда да болды, республикалар болды. Бұлардың бәрі еуропалық білім алған. Жаңа сол Қаратаевтар, Мұхамеджан Серәлиндер билік басына келсе, олар жаңағы Иран сияқты мемлекет құратын еді, мысалы. Бұлар келді, бұлар ұлттық құрамыз деді. Біз қазір мысалы, бізде ұлттық деген сөз жоқ. Конституциямызда бір ауыз ұлттық деген сөз жоқ, мысалы. Бізде әлі ұлттық деген ұғымға жете алмай жатырмыз. Әлихан Бөкейханның дінге байланысты көзқарасына қарап, ұлт көсемі исламға неге теріс қараған деп ойлауыңыз әбден мүмкін. Әйтсе де Алаш ардақтысының Қазақ газетіндегі Рамазан айы жақындау тақырыпты деген мақаласы исламды мүлде басқаша түсінетінін байқатады, яғни басқа призмадан қараған. Мақалада жыл 12 айдың ішіндегі ең қадірлісі, ең артық һәм ең құрметті айы болған Рамазан айы жақындау себепті әркімнің аузында ораза болып қалды деген сөздер кіре бастады. Бұл айда қылған құлшылық, істелген істердің о дүниедегі сауабы сондай боладыны қоя тұрып, біз мұның артықшылығын өзімізше һәм замана адамшылдық, ұлтшылдық істер жағынан қарап біраз тексеріп өтейік деп жазады. Аталған мақалада ол Алла тағала Құран кәрімде пайдалы орынға өздеріңнің сүйген нәрселерің мен малдарыңды шығармай тұрып, ізгілік, жақсылық деген нәрсеге жетісе алмайсыңдар деп, бүтін адам баласын шын көңілмен ұлт ісіне қызмет етуге қызықтырады деп жазады.
мейлі ол діндар болсын, мейлі дінсіз болсын, бірақ ғылым жасаған адам ол халықты алға қарай сүйрейді. Ғалым адам қарап отыра алмайды. Өнерпаз адам өнерін жасырып отыра алмайтын сияқты, ғалым адам ғылым жасамай отыра алмайды. Сол үшін ғылымға қаражат салыңдар, зекеттеріңді, қайырымдылықтарыңды ғылым жолында жүрген шәкірттерге, медреселерге беріңдер, болмаса ғалымдарға беріңдер дегенде үндеу, бұл жаңағы біздің халықты алға қарай сүйрейтін солар. Сондықтан соларға басымдық берейік, зекетімізді, көмек қолымызды соларға берейік. Олар жаңағы материалдық жағынан тапшылық көріп қалмасын. Соларға қолдау жасайық деген нәрсе. Бұл сөздің өзектілігі 100 жыл өтсе де біз қазір де актуальды. Неге десеңіз, қазір де біз халықтың жаңағы мемлекеттің алға жылжымауы, халықтың салт санасының көтерілмеуі, тұрмыс тіршіліктің алға қарай баспауы, ел қатарлы терезесінен халыққа айналмауымыз, айнала алмай жатқан күресіміз, соның барлығы ғылымға көңіл бөлмеушіліктен туындайтын дүние. Қазақ газеті білімді алдына қойды бірінші. Айқап журналда білімді алдына қойды, көрдің бе? Екеуің де айтып отырғаны білім. Бірақ олардың түсінігі екеуі екі түрлі. Мысалы жаңағы Айқап журналы орысша оқығандарды өте қатты жек көрді мысалы. Өйткені көзімен көріп отыр. Олар тілмаш болып халықты тонап жатыр. Бір бет қағаз арыз жазып беріп, не болып жатыр? Кешегі анау 16-шы жылы бәрін бүлдірген тілмаштар ғой. Өйткені тізім жасады солар. Тізім жасағанда мысалы 16-дағы 19 бен 37-дің арасын алды деді ғой мысалы. 16-дағы кедейдің баласын алды да мысалы байдың баласын сақтап, мысалы 80-дегі адамды неге айдап жіберді. Сосын мысалы мына Қазақ газетінде 18-ші жылғы нөмірлерін оқып отырсаңыз, бірақ сол Байтұрсын Бөкейхановтар, алашшылдар Украинаға, Белоруссияға барып, үлкен шаруалар атқарды. Ол ешбір архивта, ешбір документте жоқ, Қазақ газетінің бетінде сақталған. Олар кәдімгі үкіметтің алдына мәселе қойған. Ішетін тамақтар адал болу керек. Жеке аспаз болу керек. Сен ойла енді ол шошқаның етін беруге болмайды десе. Дәрігер болу керек. Сосын жаңағыдай ауру сырқау, жасы өсіп кеткен адамдарды елге қайтару керек деп олар қайтартқызды. Мысалы жалғыз жаңағы тек қана астар адал болсын, харам болмасын деген сөздің өзі олардың мұсылман екенін көрсетіп тұр ғой мысалы. Оны жаңа үйіп төгіп, анаған қарсы шықты, мынаған қарсы шықты айтуға болмайды, айтуға. Бірақ жаңағы неге жәдитке қарсы болған адамдардың ешқайсысы неге барған жоқ? Украина, Белоруссияға барған жоқ. Олар барды мысалы. Көрдім енді ол уақыттың өзінің адамның алдына қоятын талабы болады, мүддесі болады, басқа болады. Шешім табатын нәрсе болады деген сияқты. Алашшылдар шамасы келгенше алда авангард болып жүруге тырысты ғой мысалы. Мысалы Алиханның сол мысалы қаншама бітірсе кедейдің балалары медреселерде күнделік тамағына жетпей оқып жүрген балаларға соларға неге ақша бермейсіңдер дейді мәселе. Біз неге анау білім қарауылынан дейді. Басқа елдерде, басқа халықтарда өздерінің қорлары болады, жастарды оқытуға бөлінетін. Біз неге сондай қор жасамаймыз дейді. Жастарға хат жазады, жастар бұған жауап жазады Қазақ газетіне мәселен. Мұны пітір садақаны біз сол жастарға неге бермейміз? Қазақ газеті мысалы әр санында жерлеп отыр. Кім қанша ақша бөлген? Біреу 1 сом, біреу 50 тиын бөліп жатады. Соның бәрін жинап отыр, кімдерге беріп отырады? Жүсіпбек Аймауытұлына тағы басқаларға беріп отырған жоқ па? Бұл да пітір садақаның бір түрі емес па? Пітір садақа береді, ол тек Рамазан айында беру шарт емес қой. Сен жыл бойына берсең болады, күнде беріп жүрсең де болады, мысалы. Сондан бұл жерде Алиханның енді бұл жерде ұлт көсемі, оны ұлт көсемі жазбағанда кім жазу керек? 1917 жылғы Ресейдегі дүрбелең кезінде Әлихан Бөкейхан бастаған саяси элита Алаш партиясы мен Алашорда ұлттық үкіметін құрады. Ұлттық партия мен үкіметтің құрылуы тың өзгерістердің бастауы болды. Бұған дейін Қазақ газетінде көтерілген оқу ағарту ісі, әйел теңдігі, діни бостандық және жеке мүфтилік құру секілді өзекті мәселелер күн тәртібіне көтерілді. Сондай-ақ Алаш партиясы мемлекет пен дін ісі бөлінетінін жариялады. Тіпті Әлихан Бөкейханның кадет партиясынан шығуының негізгі себептерінің бірі діни мәселеге байланысты болды. 17 жылы желтоқсанда Алаш ұлттық жерлі республикасы құрылды деп жариялағанға дейін, одан тура жарты жыл бұрын Әлихан Бөкейхан Сарыарқа және Қазақ газетінде мен кадет партиясынан неге шықтым деген шағын ғана мақала шықты. Сол мақала осы 6 ғасырдың ішінде қазақ жерінде дүниеге келген тұңғыш зайырлы мемлекет құрылғанын жария етті. Өйткені ол мақалада не деп жазды?
Францияның, Еуропаның және Ресейдің мәдениеті көрсеткендей, олардың тарихы көрсеткендей, егер дін қайраткерлері мемлекеттен айлық алатын болса, онда ол мемлекеттің жетегінде етіп қалады да, дін ісі аяқ асты болады. Айналайын қазағым, дін ісің гүлденсін десең, мемлекеттен дінді бөліп ал. Діннің мемлекетте ісі болмасын, мемлекеттің дінде ісі болмасын. Сонда ғана дін гүлденеді деп жазды. Сөйтіп, 17 жылдың 12 желтоқсанында, ал бүгінгі күнтізбемен алсақ 25 желтоқсанында кешегі қазақ хандығының жер аумағы үстінде соның үйінді үстінен қайта құрылған заманауи қазақ мемлекеті, ол 6 ғасырлық тарихымыздағы дүние көрген тұңғыш зайырлы мемлекет болатын. Алаш арыстары қазақтың төл мүфтиятын құруға мүдделі болды. Мәселен, Орынборда өткен бірінші жалпы қазақ съезінің бағдарламасында 14 мәселе қаралды. Соның 8-ші бөлімі дін мәселесіне арналып, 13 тармақтан тұратын қаулы қабылданды. Бүгінде бұқаралық ақпарат құралдары Ғұмар Қарашты Алаштың мүфти ретінде жазып жүр. Әйтсе де тарихшылар мұның шындыққа жанаспайтынын айтады. Бірақ діни қайраткер Уфа діни басқармасындағы 6 қазидің бірі болып қызмет етеді. Бұл ғажап шығармашылық иесі Ғұмар Қараш. Оны мысалы тек қана молда діни адам деп қарауға болмайды. Осының шығармасымен жақсы таныспын. Ол кісі өте азаттық ұстанымдағы адам. Ұлт азаттық қозғалыс ұстанымдағы адам. Ол мынау нағыз демократиялық ұстанымдағы адам деп айтуымызға болады. Білдіңіз бе? Ол мынау рухтың еркіндігін, зайырлықты, білімді, ғылымды сыйлаған адам, тұлға. Біз әлі күнге дейін татар халқына рахмет айта алмай жатырмыз. Татарлар, оларға қарағанда прогрессивті жәдид қозғалысының бәрі, анау Қырым татарында Исмаил Гаспринскийден бастап, негізінен қазақтың көзін ашқан татар ағайындар ғой енді. Ол кітап шығарғаны бір бөлек, газет шығарғаны бір бөлек. Жаңа қарапайым ғана Айқап журналын сол кезде татар ағайындар тегін басқан Троицкіде. Сосын түрлі түсті қылып басқан. Мен қазір 100 жылдан кейін, 110 жылдан кейін шығарып жатырмын. Біз бірақ бояумен шығарып жатырмыз. Өйткені 4 бояумен шығарсаң, ол 4 есе қымбат болады. Татар ағайындар аяған жоқ. Ішінде өзің ана Айқаптың түпнұсқасын алып қарасаң, ішінде құстың да суреті бар, айдың да суреті бар, жапырақ гүлдің де суреті бар. Керемет қылып шығарған. Құран сияқты қылып шығарған. Бөкейхановтың айтқаны бар. Біз Қазандағы съезге адам жібермейміз, өкіл жібермейміз. Сонда Бөкейхан неге деген оғат айтады. Біз ең алдымен өзіміздің қажет, бізге не керек соны анықтап алайық деді. Не керек, қазаққа не керек? Біз өз қажетімізді анықтап алайық. Біз анау қашанға шейін еріп жүреміз. Мына бір айтатын нәрсе, мұсылман қозғалысында татар ағайындар басшылық жасағысы келді. Үстемдік құрғысы келді. Ал Бөкейханов бастаған қазақ зиялылар айтты, жоқ. Біздің өз талап тілегіміз бар. Өз ерекшеліктеріміз бар. Біз соны білдіруіміз керек. Біз сол үшін күресуіміз керек. Сондықтан біреудің жетегінде, біреудің соңына еріп біз өз мақсатымызға жете алмаймыз деді. Сондықтан олар дербестік ұстады. Білдіңіз бе? Ал өз дербес мүфтилікті осы үшін керек болды. Қалың малға сатылған қазақ әйелдерінің мұң-зары мен олардың білім алуы Алашорда үкіметінің басты назарында болды. Біз бүгінде әйел құқығын тек қана Совет үкіметі ғана көтергенде көреміз. Ал шын мәнісінде әйел мәселесі 1917 жылы өткен Алаштың барлық съездерінде басты мәселе болған. Бірінші жалпы қазақ съезінің 14 тармақтан тұратын бағдарламасының 9-шы бөлімі әйел мәселесіне арналады. Әйелдер саяси құқықта ерлермен тең болсын. Күйеуге тию еркі әйелдің өзінде болсын. Қалың мал жоғалсын. 16-ға толмаған қызға құда түсу болмасын. 16-ға толмаған қызға һәм 18-ге толмаған жігітке молда неке оқымасын деген қаулы қабылдайды. 1917 жылға дейін қазақтың тұңғыш 4 романы жақсы жарық көрді ма? 4 романда не туралы? Қазақ әйелінің ауыр тағдыры туралы. Тұңғыш пьесаны алайық. 1926 жылы Қызылордада тұңғыш қазақ театры ашылып, ол жерде Алтын сақина деген пьеса қойылды. Ол жерде кімнің тағдыры? Келін баланың тағдыры. Енесі әбден көзін шоқып азаптаған келін баланың тағдыры. Әйтсе де бұл кезде әсіре діншіл қожа молдалар шариғатты алға тартып, әйелдердің құқығына қарсы шешім шығарып жатты.
Мәселен, Сарыарқа газеті 1917 жылдың 21 қыркүйек күні Ташкентте Түркістанның қазақ сарт ғұламалардың съезі аяқталғанын жазады. Ғұламалар съезінде 6 мәселе қаралады. Съез бірінші тармақ бойынша дін ісі, дүние ісі деп бөлінбей, шариғат қосқан жолмен болсын деген шешім шығарды. Ал үшінші тармақ бойынша қазақ қатын-қыздары далалы жерде ғадет бойынша болсын. Шаһар, қышлақты жерлерде сарт рәсімінше қап кисін. Сондай-ақ 4-ші тармақ бойынша қыздардың күйеуге шығуы шариғат көрсеткен жаспен болсын дегенді айтып. Бұл туралы жалпы қазақ съезінің қаулысына наразылық баян етілмекші болды. Кейбір кездерде мен діндарлардың да логикасына таң қаламын. Мысалы, бір радикал азаматпен жолығып қалған кезде айтады, мен әйелімді қызғанамын, үйден шығармаймын дейді. Дін ісі ғой. Сен әйеліңді жауып қойың керек, бүркек қойың керек, бөтен еркектің көзі назары түспеу керек, оларға көрінбеу керек. Кейбір мемлекеттерде біздің қазақтың салтына сәйкес келмейді. Сонда мен айтамын, оған сұраймын, сенің әйелің босана ма десем, иә босанады дейді. Аны кім босандырып алады десем, оны әйелдер босандырып алу керек дейді. Айтамын, сен әйелін шығармасаң, ол әйелін шығармаса, әйелдерге кім оқиды? Қызғанайық, бәріміз үйге тығып қояйық. Сосын сіздің әйеліңіз ертең шекара асқан кезде жаңағы кеденде тексереді оны. Сонда сіздің әйеліңізді еркектер сипалай ма, әйелдер сипалай ма? Кеденісін оқытпасаң, сенің әйеліңді кім тексереді? Сенің қызыңды оқытпау, мұғалім ұстаз болу үшін әйел ұстаздыққа жібермесең, сенің қызыңды кім оқытады? Алихан сол 1899 жылы Түркистанский ведомости газетінен шыққан мақаласы Қара қыпшақ Қобланды жыры туралы. Женщина в киргизской былине Кубланды. Сол жерде қарлыға мен құртқаның тағдырын қалай сипаттайды. Алиханның өзі бір күн еліне оралғанда бір қарындасы бір жігіт, сүйген жігіті ұрлап әкетті, алып қашып кетіпті. Сонда төрелер, ой, қалай ол, қарадан шыққан ол біздің төренің қызын қалай ұрлайды деп дау көтергенде Алихан айтты, қойыңдар-ай, екеуі бір-бірін сүйсе теңін тапқан екен, тиіспеңдер деп тыйым салып тастаған. Бұл Алиханның өмірлік ұстанымы болатын. Қазақ әйеліне теңдік бермей, қазақ қоғамы жарымайды деп. Үкіметтің қара қоғын жасаған күндерінде айдауына да, абақтысына да шыдап, ел үшін басын құрбан қылған ат төбелінде ғана азамат тобы болды. Бұл топты баулаған Алихан. Алиханның қазақ еліне істеген тарихи қызметі әдеби тіл туына себеп болды. Өзіне ерген топты діни фанатизмге қарсы тәрбиеледі. Бұдан барып, татардан іргесін аулақ салған қазақ ұлты туды. Қошке Кемеңгерұлы. Бөкей хан өз алғашқы күннен бастап соңғы өміріне шейін діни фанатизмге қарсы болды. Осы тұрды қалған уақытта лидер ретінде ол жаңағы өзінің соңына ерген азаматтарды зайырлық ұстанымға, ғылыми ұстанымға, білімге сенуге соған шақырды ғой. Соның көрінісі ғой, білдіңіз бе? Біз айтамыз ғой енді шартты түрде Торғай алаш ордасы, Семей алаш ордасы, Батыс алаш ордасы деп айтамыз мысалы. Айтып отырмын ғой, Батыс алаш ордасында міндетті түрде Құраннан бастаған, Құранмен аяқтаған. Өйткені себебі олар жаңағы татарлармен өте қарым қатынаста болды мысалы. Керісінше мысалы мына жақтағылар мүмкін жаңағы енді Бөкей хан кадет партиясын Қазақстанда басқарды ғой енді бүкіл қазақ елінде. Мүмкін жаңағы сол кісілердің ықпалы шығар. Бірақ ол кездегі жағдай мен қазіргі жағдайды екеуін салыстыруға болмайды. Бірінші жалпы қазақ съезі, екінші жалпы қазақ съезінде де молдалар қатысты. Мысалға, екінші жалпы қазақ съезінің ашылу рәсімінде, ашылу сәтінде Бөкей ханым ұсыныс айтты. Осы біздің қозғалысымызға үлкен ықыласпен атсалысқан тәтті молда осы съез алдында қайтыс болыпты. Сол кісіге арнап Құран оқылсын деді. Құран оқылды. Алиханның айтуы бойынша ислам діні жас баланың байпағы секілді. Бала күндегі байпақ өскесін күйеуге келушімеді. Сол секілді ислам діні де өзінің замандағы халық үшін ғана келген дін. Бізге ол діннің енді керек жоқ деді. Астапыралла. Мынау сұмдық қой. Қалайша бұлай айтуға болады?
Апырай, Алихан бастаған топ дінсіздердің дінсізі, кәпірлердің кәпірі болған ол. Мүсілмандарға айтыңдар, айтқандарын тыңдамасын, арттарынан ермесін. Дұрыс. Діннен безгендердің айтқанын тыңдап, артынан ермеу керек. Бізге де дінді қорғау аманат қой. Ал жаңа ана Сарыарқа газетінде жазғандай, жаңа Түркістандағы қожа молдалардың сыртынан андай жаман лағынет айтып жүргені, ол әшейін бос далбаса діншілдердің амалсыздан өздерінің абыройы ықпалы жүрмегеннен кейін сол Алиханға сыртынан жаққан, айтқанда қалай десем, енді ойынан шығарған лағнеттері. Алихан жұрттың алдында дәл өзінің ертең кәпір деп, дінсіз деп айтатындай Алихан ешкімнің алдында ондай сөз сөйлеген кісі емес. Ол жалған нәрсе ғой. Бөкейхановтың жауларына айтқан сөз. Алаш қозғалысының, алаш лидерлеріне қарсы адамдарын таратқан пікірі. Сондықтан оған сенуге болмайды. Бөкейханов еш уақытта дінге қарсы болған емес. Еш уақытта. Діни ұстанымға анық қарсы сөз айтқан емес. Сондықтан оны Бөкейхановты қаралаудың керек қажеті жоқ. Ол кезінде Бөкейхановтың оппоненттер айтқан сөзді қазір уақытта кейбір азаматтар алға шығарады. Дұрыс емес ол меніңше. Бөкейханов ол демократиялық ұстанымдағы адам. Демократиялық ұстаным деген сөз ол діни сенімді, діни нанымды сыйлайтын адам деген сөз. Діншілдердің әрекетінен әбден түңілген Сарыарқа газетінде көруші деген бүркеншік атпен мен неден қорқам деген мақала жарияланады. Аталған мақалада бұлар саясатқа да, шаруаға да дін көзілдірігін киіп қарайтын көрінеді. Бұлар сол діншілдіктің сылтауы мен съездің шығарған бір қаулысын қайтарып алғызды. Бұл қалай? Біз 12-ші ғасырда емес, 20-ші ғасырда отырғанымыз жоқ па дей келе, Құдай тілекті беріп, ертең автономиямыз аяққа басып, қазақ жұртының оқу істері, соты жобаланып, түзелгенде, осы молдалар тірі тұрса, шариғатшыл, діншіл болып тағы шығар. Арабша жазылған сөздің бәрін дін деп ұғатын, дін аяқ алған нәрседен қате болады деп үйіне кіргізбейтін, бетіне қарсы қараған кісіні тамұққа салатын молладан мен қорқам. Тіршілігімізге, ел қатарлы күн көруімізге, ілгерілеп мәдениет жолына түсуімізге кесір болмаса жарар еді.